Шашлык пісіргені үшін 345 мың теңге айыппұл салған әлемде бір ел болса, ол біз шығар. Бұл малдың монологы, арнаға жазыл лайк бас, біз бастаймыз. Орманның ортасы емес, жол жиегінде шашлык пісіремін деген мына жігіттің демалысының шырқы бұзылды. Еттің иісі мұрнына жеткен инспекторлар тіміскіл итше жетіп келген. Мангалдың отын өшіруге әлі жеткір инспектордың сыйқы осы. Шашлыгын жегізбесін, отын жаққызбасын, мақұл. Бірақ қымбатшылық қысқан мына заманда 345 мың теңге айыппұл салу деген не сұмдық. Жынды келтірмеңізші. Боқтағанға 1 төле, от жаққанға 2 төле, ертең жел шығарғанға 3 төле дейтін үкімет шықса,